Саламатсызбы Қазақстан, қазақ елі. Мен Сәтібай Дүйсенбаев. Жанармайсыз қозғалтқыш, бестопливный двигатель дейді. Ютубтан қарасаңыз болады, тиктоктан богатство мира қарасаңыз болады. Сосын телеграмда да бар. Телефон 8778-139-3025. Сұрасаңыз білмейтін жерлерін айтып тұрамын. Ол жерде көп білмейтіндер. Сосын көрсетемін. Мына коленбалды қолдан жасадым. 90 градус қапталға тұрады. Ортада подшипник тұрады, міне, сосын екі шетте подшипник тұрады. Осындайдың екеуі болады. Екі коленбал. Колен тізелері бар. 90 градус. Екеуі болады. Екеуінде де бірдей шкип тұрады. Ременмен тұрады. Бірдей айналады. Екеуі де бірдей болу керек. Сосын біреуінде маховик бар, біреуінде маховик жоқ. Екі маховик қоюға да болады. Біреуін ұзын қылып, біреуін қысқалау қылып қана ұшын. Оп-оңай. Сосын подшипник мына әр коленада бар да, тізеде бар. Әр тізеде подшипник бар. Сосын сыртында ештеңе жоқ. Сыртына артынан хомут сала қоясың. Хомутты кең қылып, тіл жіберіп, мыжық жіберетін қылып, пружина ілетін қылып. Пружинді тартатын да қылуға болады, итеретін де қылуға болады. Итеретін сыртында корпус тұрба, ішінде клапан тартып тұрады. Сонда мынау деген біреу мысалға мына үшінші тартты ғой. Үшінші тартып кетіп бара тұрғанда төртіншісі дайындалып тұрды, тартуға бет тартып. Ана сол жағындағы коленбалда пружинамен тартып айналып тұрады. Оп-оңай. Бір маховик, екі коленбал қолдан жасалатын, сосын екі шкип, бір ремен. Болды. Пружинамен тартып тұрады, тартып істеп тұрады. Итеретін пружина да қоюға болады, тартатын пружина да қоюға болады. Оп-оңай, оп-оңай. Арасында осы сөз қосатыным, орыстар түсінбейді. Қазақтар бар, орыстарда түсінбейтін. Осы видеоны салам. Украина мен Россия кеш қалды, соғыс басталып кетті, жылу жоқ. Мынау деген коробка передача жасасаң, планетарный редуктормен жасаған жақсы болады. Сосын генератор жалғап қойсаң, генератор ток береді. Ток берсе, отоплениең токпен істейді, тамағың токпен піседі, жарығыңда свет ток беріп тұрады. Ток деген база, оны спасательный катерларға да салуға болады, амфибия. Осыны жасамасаңыз да түсінуіңіз керек. Ертең соғыс басталып кеткен уақытта газ сөніп қалғанда, ток сөніп қалғанда біліп тұруыңыз керек та сіз. Мына көріп тұрсыз ғой. Үш тартып атқанда бір тартып бастауаты. Бір тартып кетіп атқанда төрт бастауаты тартып. Пружина кезекпе-кезек. Осының төртеуі де жетіп қалады екен. Мен алтау салатын шығармын деп едім ба. Өте қызық екен. Тартып жіберіп қалады. Қиналмай маховикті айналдырып тұрады. Өзі-өзін айналдырып тұрады да. Екі коленбал. Осы менен сәттілік тілеймін.